Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Эльмира. Бүгін мен сіздермен бірінші алғаш рет жасағаннан мінсіз болып шығатын пирогпен бөліскім келеді. Шынымен де бірінші жасағаннан өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, мен барлық ингредиенттерді описанияға қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз жұмыртқаны қосамыз. Сосын жұмсақ сармайымызды қосамыз. Қантты қосып, шаңшығымен жақсылап араластырамыз. Сосын миксермен араластырамыз. Ұнға қопсытқышты қосамыз. Қантты ұнтақты қосып, оны араластырамыз. Ұнды електен өткізіп отырып, қамырды илейміз. Қамырды холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Қамырды екіге бөліп, астыңғы формасын жасаймыз. Жартысын алып, бортикке жасаймыз. Салмасына бір банка сгущенканы құямыз. Жақсылап барлық жерге жағып шығамыз. Енді қосымша түйе жаңғақ пен мүйізді қосамыз. Барлығын араластырып шығамыз. Пирогты духовкаға 180 градуста 20-30 минутқа қоямыз. Бізде осындай өте дәмді пирог шықты. Өздеріңіз де, қонақтарыңыз да риза болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Өте жылдам әрі оңай дайындалады. Видеоға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.